психология әуесқойлары. Бүгін біз гипноздың қызықты әлеміне сүңгиміз. Бұл ақыл ойды ерекше зейін күйіне бағыттайтын ғылым мен өнердің қосындысы. Гипнозды кім жасай алады? Әрине, кез келген адам емес. Кәсіби гипнотерапевтер мен психотерапевтер бұл әдісті жиі қолданады. Бірақ бұл үлкен жауапкершілік пен арнайы дайындықты талап етеді. Біреуді гипнозға салу үшін білім мен тәжірибе қажет. Бұл ойын емес. Енді үлкен сұрақтардың бірін талқылайық. Гипноз сізді өткенге қайтара ала ма? Кейбір гипнотерапия әдістері адамдарды балалық шақтағы естеліктеріне немесе тіпті генетикалық естеліктеріне қайтаруға бағытталған. Бұл регрессивті гипноз деп аталады. Алайда бұл физикалық түрде өткенге саяхат жасау емес, бұл ескі сезімдер мен естеліктерді қайта қарау. Ал болашақ туралы не деуге болады? Ғылым әлі уақыт саяхатын растаған жоқ. Бірақ гипноз арқылы сіз өзіңіздің ішкі ойларыңыз бен армандарыңызды зерттей аласыз, болашағыңызды қалыптастыруға деген сенімділігіңізді арттыра аласыз. Гипноз қайда қолданылады? Ол психологиялық жарақаттарды емдеуде, қорқыныш пен стрессті жоюда, тіпті зиянды әдеттерден арылуда маңызды рөл атқарады. Көптеген танымал тұлғалар мотивациясын арттыру үшін гипнозды қолданған. Міне, қызықты факт, сіз күнделікті өмірде гипноздың бір түрін бастан кешіруіңіз мүмкін. Фильмге немесе музыкаға соншалықты беріліп кеткендіктен, уақыттың қалай өткенін байқамай қалған кезіңіз болды ма? Бұл гипноздық күйге ұқсас. Гипноз құпиялар мен мүмкіндіктерге толы әлем. Бірақ есте сақтаңыз, оны дұрыс қолдану өте маңызды. Гипноз сіздің еркіңізді басқармайды. Ол тек ақыл ойыңыздың терең қабаттарын ашуға көмектеседі. Егер бұл тақырып сізді қызықтырса, осы видеоға лайк басып, төменде пікір қалдырыңыз.